Сәлеметсіздер ме? Так, кімді көрген жоқпын әлі. Сәлеметсіздер ме? Так, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Дайынсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Қош көрдік. Так, сәлеметсіздер ме? Ешкімге қойған жоқ па екен, бәрін тіркеп, мен де жанталасып үлгердім жаңа. Тамаша. Тамаша. Сәлеметсіздер ме? Тамаша. Кеше эфирге мен кішкене кіріп, арт-терапияның жалпы не туралы екенін сендерге түсіндірдім. Естеріңізде ма кеше? Вообще ол не зат, да? Не нәрсе вообще арт-терапияда? Қайдан келген бұл әдіс? Кім оны ойлап тапқан? Да? Оның қандай пайдасы бар? Жалпы не үшін пайдасы бар? Оны вообще қалай қолданады деген сияқты кеше мен түсіндірдім. Кеше эфирді қарағандар бар ма арамызда? Қанша адам қарады? Қанша адам қарады? Мен біліп отырайын, қанша адам қарады, қанша адам қараған жоқ. Чтоб маған түсінікті болу үшін бір деген санын басыңыз да, қанша адам қарады. Так, пока запрос керек емес. Басқа күні, басқа кезде қабылдаймыз запростарыңыз. Пока қазір керек емес. Енді жексенбі күн сайын жеке эфирге шығамыз. Жеке коучинг өткізсем, сұрақтарын жауап беремін. Кеше кім қарады эфирді және арт-терапияның не екенін туралы түсініктеме алды? Бір деген сан. Үшеу, так, үш адам. Так, төртеу. Так, қарамады. Так. Үш адамда. Қанша адам кеше эфир қарады, арт-терапия туралы түсінік алды? Кеше қанша адам арт-терапия түсінік алды? Қанша адам кеше арт-терапия түсінік алды? Төртеу. Жалпы арт-терапия деген бір сиқырлы әдістеменің бір түрі. Өте жақсы көремін мен. Себебі, білмеймін, адамның барлық адам бойында қасиет бар ғой. Соны қолданып білсем, бір сиқыршы болған сияқты тәрізді боласың, да? Сиқыр жасалатын сияқты. Мен өзім ғылыми салада, ғылыми жобада көп жұмыс жасаймын. Так, 5-6, 7. Ғылыми жобада жұмыс жасаймын, сондықтан мен өте зерттенем, іздеймін. Мен оны көре салып сразу қолданбаймын. Түбіне дейін жетуім керекпін, зерттеу керекпін. 19-шы жылға кетіп қаламын да, 18-ші ғасырға кетіп қаламын, зерттеймін түбі. Оның ар жағы тағы да біздің эрамызға дейін қалай болды, Аристократ, Сократ деген сияқты. Содан көзім жетіп дәлелдеуге келген кезде ғана уже сенімді болғаннан кейін уже мен қолдана аламын. Ғылыми жобада жұмыс жасағандықтан да. Бұл арт-терапия бізде бұрыннан бар. Бұны ғылыми жобада жұмыс жасайтын мамандар біледі. Мен өзім ғылыми жобада жұмыс жасағандықтан көбінесе сол ғылыми жобада дәлелдендіремін, түсіндіре аламын, айтып бере аламын, оның қалай жұмыс жасайтынын да. Мына феншуйдың мысалы қалай жұмыс жасайтынын айта алмаймын мен. Себебі бұрындарды көп еліктедім, сол феншуйға қызықтадым. Сосын келе-келе, сонда бір феншуйда мен ойлана бастадым да, қалай бұл солай істеген кезде жұмыс жасайды деп та. Көп ойлана бастадым. Содан кейін барып бір жерде оқып жүрген кезде жазылғанда, феншуйды сен зерттейтін болсаң, ол да миллиондап ғасыр бойы император кезінде қолданған нәрсе, уақытын жоғалтасың, просто берген техникада алдық қолдана бер деп та. Содан көзім жеткенім, бұны зерттеудің түбіне жете алмаймын, себебі оның дәлелдендірілген түбі жоқ екенін. Соны түсіндім. Егер адамның өмірі жетпейтін болғанда, зерттей алмайтын болсаң да, содан кейін барып қоя салдым. Ал мына ғылыми жобада оның зерттеу түрлері бар. Өте керемет, оны біз қолдана аламыз кез келген кезде. Біреулер ойлайды, что шынымен чудо сиқыр болып жатыр деп. Бұл ғылыми жобада дәлелдендірілгендіктен ешқандай сиқыр жоқ, просто бір көзге қарағанда волшебство болып жатыр. Негізінде сиқыр бар. Мына сиқырлардың бәрін кез келген адам жасай алмайды. Өзінің қасиетімен ғылымға сүйене арқылы жасайды. Абай атамыз айтып кеткендей, намазды оқысаңда бірінші
ғылыми оқып тұрып барып содан кейін намаз оқыған намаз болады деп та. Сондықтан ғылым барлық жерде болу керек. Зерттеу, дәлелдендіру да көз жеткізу. Оны енді былай айтқанда жүрекпен ғылым болса, жүрекпен оқимыз, жүрекпен жасаймыз барлық жерде. Мысалға, арт-терапияда мен ғылым ретінде түбіне жетпесе, мүмкін мен бұған көзім сенбес еді және оны қолдана алмас едім. Олай болса, қазір біз қазір ренішпен танысамыз. Реніш деген жалпы не? Ренішпен біздер таныспай, одан арыла алмаймыз. Мысалы, сендер өзге адамды жақсы көресіңдер ма, сыйлайсыңдар ма, құрметтенесіңдер ма, олармен жақын арада араласасыңдар ма? Сендер оларды танымай да, олар сізге бір симпатия, ұнау деген сияқты болмай, сіз онымен сөйлесіп, танысып, араласпайсыз. Солай ғой. Сол себептен біз бірінші түсінуіміз керек, біз реніш деген не нәрсе. Және ренішпен танысуымыз керек, тығыз танысуымыз керек, дос сияқты да. Біз достарға, мысалға, достарымыз арамызда реніштер болып қалады. Достарымыз арамызда реніш болып қалған кезде біз оны танымай жатыр, реніш болған жоқ қой. Таныстық, араластық, содан кейін барып, уже танысып араласқаннан кейін барып, уже арамызда жақсы қарым-қатынас орнап бастағаннан кейін барып, жаймендеп көңіліміз қала бастайды да, уже танығаннан кейін да. Вот. Сол кезде мына реніште де дәл солай біз танысамыз, жақын қараймыз, көреміз, шұқып қараймыз, тап қараймыз. Содан кейін барып, одан естейміз, арыла аламыз. Оның арылу жолдарын білеміз. Олай болса, қазір просто терапия, келесі сабақта тек 2-ші сағатымызда бізде теория болады. Қазір сұрақтарға просто жауап беріп өзіңіз не істеп отырыңыз, практика қазір. Ренішпен танысамыз. Денемізді тыңдаймыз қазір. Денеңізді тыңдаңыз. Реніштің салмағы шамамен сіздің денеңізде қандай? Көп ойлану қажет жоқ, бір шамамен ойға келген бірінші санды айта берсеңіздер болады. Дәптерлеріңізді жазып алыңыздар. Реніштің денеңізде салмағы қандай? Кеше сабағыңызда телеграмнан көре аламыз ба? Кеше сабақты мен сохранить еткен жоқпын, 24 сағат уже кетіп қалған шығар. Кейін сұрақтарға жауап беремін, хорошо? Реніштің салмағы қандай? Денеңізде тыңдаңыз. Реніштің салмағы қандай? Мен телесный терапевтмін, яғни денемен жұмыс жасайтын да, дене арқылы емдеймін. Сондықтан денеңізді тыңдаңыздар. Реніштің салмағы денеңізде қанша? Біреуде 10 килограмм, біреуде 2 килограмм, біреуде 7 килограмм, біреуде 20, 30, 50, 60, да, біреулерден одан да көп болуы мүмкін. Так, 20 килограмм, тамаша, жазып қойыңыз дәптеріңізге, 20 килограмм өзіңізге. Қазір жұмыстанамыз, арыламыз. Так, реніштің салмағы денеңізде қанша килограмм? 50, 12, 30, тамаша, 15, 0,5 грамм, 50-де 50, так, салмағын граммен де өлшеуге болады, граммен, 500 грамм деген сияқты. Оның салмағын қалай білем? Денеңіз сезініңіз, терең демалыңыз. Бірінші келген сан, мен тыңдап отырсаңыз, қандай сан келді? Денеңіздегі реніштің салмағы 60 килограмм, 70-80, шамамен 70-80. Шамамен, бұл деген арт-терапия, біздер образбен жұмыс жасаймыз да, ассоциация, да, сезінумен жұмыс жасаймыз. Арт деген энергия, да, энергия арқылы жұмысаймыз. 200, 10 килограмм, 3 килограмм, жақсы. Тамаша. Саламатсыз ба? 50 килограмм. Так. 40 килограмм. Не сезініп жатсыңдар? Реніштің салмағын анықтадыңыздар, енді не сезініп жатсыз? Қандай күй сезініп жатсыздар? Қандай күй сезініп жатсыздар?
біреулер ашылмай жалпы жатыр. Қандай күй сезініп жатсыздар? Вот салмағын анықтаған кезде қандай күй сезініп жатсыздар? Сезімді тыңдаймыз, қандай келіп жатыр? Ауыртпалық, салмақтың бар екенін сезініп жатырмын, тынысым тарылып жатыр, қысылып жатырмын, ауырлық бар. Сет нашар дейді. Так, болмаған екен сет нашар. Ауырлық, шаршау. Ауырлық, шаршау, тағы не сезініп жатсыздар? Активно отырыңыздар. Бұл практикада тек қана тыңдап жаза алмаймыз, практика жасаймыз бірге. Салмақты болып тұр, іште бір нәрсе бар сияқты, қараңыз сол не нәрсе сияқты, сезіне беріңіз пока, Гүлзира. Кейіннен тағы бірдеңе келеді. Тынысым нашар, зіл басып тұр, иығым, ауырлық. 30 килограмм бар, усталость дейді, тону, әлсіздік, басым қысады, желкем ауырып тұр, еште байқамай тек ойыма келген санды айта салғам. Пока сезім ашылмай жатыр, но это норма. Так, аяқ ауырлап тұр. Мысалы, егер тонып жатсаңдар, қараңыздар да, біздер көбінесе тоңған кезде көп тамақ сорпа іше берем, жылынғымыз келе береді мысалға да, себебі біз ренішті заполнять еткіміз келеді, ішімізде тұрған ренішті жылытқымыз келеді. Вот, дірілдеу, кеуде тұсымда точка бар дейді. Аха, тамаша. Енді осы ренішті, салмақты ренішті килограммен көрсеттіңдер ғой. Зіл тас қылып, мынандай тас қылып салыңыздар. Мынандай зіл тас қылып салыңыз, тас. Соның бетіне жаңа өзіңіздің килограммызды салдыңыз ғой да, осы сондай тас жазыңыз. 60 жаңа айттыңыз. 500 грамм, 1 килограмм салыңыз. Іштегі ренішті шығару әдісі бұл. Біздің ішімізде қалмай шығару әдісі. Алыңызда жаңа мен көрсеткенде тас. Әркімде әртүрлі тас болуы мүмкін. Тас қылып салыңызда, соның бетіне жаңағы өзіңіздің сезінген денеңізде салмағын жазыңыз ортасына. Шымылдай ашып тұрғандай. Кетеді қазір. Қаншама жылдар бойы осын көтеріп келе жатырмыз зілді, де? Так, суретін саламыз, тастың суретін саламыз, тез-тез қағазға. Кез келген қарындаш, мынандай нелер бола береді, оған ешқандай не жоқ. Саламыз. Мына салдық, мұны көрініп тұр ғой, да? То есть мен мына жерде 50 килограмм деп салып қойдым. 50 килограмм. Мен ренішім салмай 50 килограмм. 50 килограмм мен салмағым. 50 килограмм. Менікі бұл. Сендер өздеріңкін салыңыздар. Жаңағы айтқандарыңыз, жазып алғандарыңыз салыңыздар, да? 50 килограмм. Тамаша. Салып болғаннан кейін, 50 килограммдан салып болыңыздар ғой. Қараңыздар қағаздарыңызға. Қаншалықты сіздер осыдан арылғыңыз келеді? 10 балмен бағалаңыз, да? Қаншалықты сіз осы тастан, бойыңызда реніш болып тастан арылғыңыз келеді? 1-ден 10-ға дейін, да? 10 маған өте ауыр, да? 7-8 кедергісін келтіріп тұр, сезінемін. 5 өмір сүруге болады, бірақ ұнамайды. 0 менде бәрі тамаша. 7 тек мені көруге сендер қатысып отырсыңдар. Қаншалықты сендер осыдан арылуға дайынсыңдар? 1-ден 10-ға дейін 10. Прям қазір арылуға дайын, өте ауыр. 7-8 кедергісін сезініп тұрмын. 5 өмір сүруге болады. Ұнамайды бірақ. Арқалап жүре аламын. 10. Хорошо. 10, тамаша.
Енді осы тасты аласыздар, осы тасты жаңағы салған реніштеріңізді да бөліп шығыңыздар, килограммдардың бәрін бөліп шығыңыздар. Кімге бар реніштеріңіз? Бөліп шығыңыздар. 5 килограммы түгеншеге, 10 килограммы осындайға, осындай нәрсеге, 7 килограмм осындай нәрсеге. Бөліп шығыңыздар. 3 килограмм бәленшенің маған жасап кеткеніне. Так, көрдіңіздер ода? Мына тасты мен уже бөліп атырмын. Тасты бөліп атырмын. Менде 50 килограмм болды, ал сіздерде мысалға неше килограмм болды? Біреуде 500 грамм болды, біреуде 20 килограмм болды. Сол килограммды бөлесіңдер. Түгеншеге, бәленшеге, ананың жасап кеткеніне, мынаны бетіп кеткеніне, ананы бетіп кеткеніне, мынаны сөйтіп кеткеніне, мынау менің мынандай болып кеткеніне, мынау мен мынандай болып кеткен, мынау мен мынандай болып кеткен. Мына килограммды бөліп тастарға жазып шығыңыздар. Тез. Көп ойлаудың қажеті жоқ. Саламатсыз ба? Эфир сақтаңызшы. Басын көре алмай қалдым қатты. Сақталады, я. Так. Эфир сақталады. Тез жазып шығамыз. 10 килограмм, 50 килограмм болса 10 килограмм, 10 килограмм, 7 килограмм, 5 килограмм. Тез лақтып шығамыз. Мынандай топ-томалақ қылып. Мен әдейі фломастерімді салдым, сендерге көріну үшін де 50 килограммды бөлеміз. 1 килограмм. 500 грамм болса, оны тіпті бөліп тастаңыздар граммдарға. 100 грамм, жаңа 50 грамм деп та, егер көп болса. Мына мен уже қағазым бәрін есеп шықтым, салып шықтым. Килограмм бәрін бөліп тастадым. Да? Так. Болады әрине, болады. Бірақ желательно, конечно, эфирді қарап отырып жасаған жақсы. Бірақ енді қатты шара болыватса, онда жасай қойып. Мына мен бөліп тастадым. Ренішті алдым, міне көрдіңіздер ода. Бөліп тастадым. Көрдіңіздер ода? Все. Ренішті алдым, мен бөліп тастадым да. Менде 50 килограмм реніш болды, мен алдым, бірнеше 50 килограмм бөлдім. Бөліп тастадым. Сөйтіп қатып қалады. Так. Интернет нашар болып тұрған шығар. Так. Кім жасап болды? Тез. О, что бала қазір келе береді. Аха. Иә, түнде жасаған жақсы. Алда уақытта мүмкін кешке қарай, кеш батқанда, балалар жатқанда жалғастырамыз. То есть біздің марафонымыз көріс ода ұзақ уақытты болады. Сразу бір күнде бәріне сразу алып тастай алмаймыз. Ойынды бөліп жатыр. Кішкентай бала сөйтеді енді, я, кішкентай бала. Балақайды сүйіп қойыңыз. Так. Жасап болдым. Хорошо. Жасап болдыңыз ғой. Пока мына қағаз тұра берсін. Да? Кім жасап болды? Жасап болсаңыз, сразу 3-тен белгісін лақтырып кетіңіздер. Жазып отырғанша бізге қазір уақыт тиімді. 3 деп жазып қоя салыңыздар. Мына жерге. Сонымен көре салайын, что үлгеріп жатырмыз ба. Так, бір адам ғана болса бөлмейміз ба? Жоқ, бөлмейсіздер. Егер денеңізде жиналып қалған реніштердің салмақтары ауыр болса, онда бөлеміз. Жарайды, бәрі үлгеріпті почти. Жасап болдым. Тамаша. Енді тамаша. Терең демаламыз. Денемізді босатамыз. Мұрнымызбен терең демаламыз. Шымшықтар сияқты демалмаймыз, да? Кейін демалуға ауа сатылмайды, да? Спокойно. И күйдеміздің ішіміздің бәрін ауа толтырып болсын. Да, терең демаламыз. Терең демаламыз. И әр дем шығаратын кезде бойымызды босатып, денемізді тыныштандырып, жағымсыз нәрсе, жағымсыз ойлар елестетіңіз. Труп көріп ата сияқты шығып аты,
терең демаламыз. Денеңізді тыңдаңыздар енді. Денеңізді тыңдаңыз. Бекболат, енді сіз денеңізді тыңдасаңыз болады. Мана сіздің денеңіз сразу откликать еткен жоқ. Себебі денені біз көп уақыт бері тыңдамасақ, или жылдар бойы тыңдамасақ, да, игнорировать етсек, дененің қалауы болады өзі. Телеп тұр, суға түскісі, демалғысы келіп тұр, біз күйбің тірлікпен жүгіре береміз, кейін деп та. Сөйтіп 10, 20, 30 жылда жүре берсе, денеміз санасы жаңа сигнал беру, бізге белгі беру дегендерді естімей қалады екенбіз. Сондықтан сразу ол болмайды, жаймен деп. Адамның денесі ешқашан алдамайды. Денеңізді демалыңыз және сезініңіз. Денеңізді сезініңіз. Сіздің ренішіңіз денеңіздің қай жерінде? Сіздің ренішіңіз денеңіздің қай жерінде? Прям басыңыздан бастап ішкі жан денеңізге бір шолып шықсаңыздар болады, или сканировать етуге болады да, рентген жасап бір шолып шығыңыздар басыңыздан бастап, аяғыңыздың тұсына дейін. Денеңіздің қай жеріңізде реніш? Бас қатты ауырып кетті, ол дұрыс па дейді. Демек, ауаны миға қарай алғансыз, біреулер сөйтіп алады. Понимаете, да? И сол кезде дұрыс демалмаған кезде кислород дұрыс жетпей қалады. Ішке қарай тартамыз. Бұлай алғанымызбен ол бізге кеңірдекпен төмен қарай барады ғой, миға емес. Тогда ол дұрыс емес, басы ауырып кеткен. Сондықтан қараңыз, демалған кезде ауаны миға қарай деп тартқан кезде мына напряжение болады. Төмен қарай түсіреміз. Балалардың ұйқысы тыныш неге? Себебі ол іштерімен демалады. Кеудемде, хорошо. Денеңізді тыңдаңыз. Реніш денеңіздің қай жерінде тұр? Бір шолып рентген жасап шығамыз. Жүрегімде, жүрегімде, хорошо. Тағы қараймыз, бір шолып шығамыз тағы да. Кімде? Кеудемде, денем сезінеміз. Менде 45 іште, 5 баста дейді. Терең демалыңыз, Гүлзира. Сіз мана қағазды жаздыңыз, мынандай қағазыңызды. Так. Женскийде, хорошо. Басымда. Әркімде әртүрлі, бұл норма, потому что әр адамның ағзасы әртүрлі, бәріміздің бірде ағзамыз бірде жұмыс жасамайды, бәріміздің метаболизмімізде бәрі бірде жасамайды, әркімді организм нормально. Бәріміздің бірде болу қалыпты емес, басым, ішімде, жүрегімде, жауырымда. Бір жерде қалыптастырыңыз, обиданың бәрін жинаңыз. То у вас, Хадиша, какой-то хаос, такой разборчивость, да? Жинаңыз, ойын жинақтаңыз, денеңізді тыңдаңыз. Денеңіздің қай жерінде реніш? Денеңіздің қай жерінде? Бір қысым қысылып тұрады, бір нақты қысым да? Нақты қысым. Да, мен аяғым дірілдеп тұр, қолым дірілдеп тұр, бірақ мен оны кеуде тұсымда сезініп жатырмын да? Бір ауыртпалық бар, бірдеңе қысып жатыр, да? Дем жетпей жатыр деген сияқты. Біреулер тамақта тұрады мысалы, да? Тамағымда бір не сияқты артық қой, енді энергиямен жұмыс жасаймыз. Андай сезіну арқылы. То есть тамағымда бірдеңе қысып тұрған сияқты, жұта алмаймын, бірдеңе ұстап тұрған сияқты, байлап тұрған сияқты деген сияқты, жаңа психосоматикалар оянады. Ішімде, асқазанымда, кеудеде, тамақта. Қазір біз үлкен ренішпен жұмыс жасап жатырмыз. Да? Біз қазір анағам емес, глобальный ренішпен жасап жатырмыз. Анағам деген арқамда, белімде, сосын жан басымда, табанымда, қолымда, бар жақта көп. Понимаете, жоқ, біз глобальный ренішпен жасап жатырмыз. Оны конкретно басқа біреулерге уже ертең арғындырып жасаймыз. Бізге мешать еткен глобальный, үлкен маңызды реніш, да? Сол қазір. Басымның төбесінде. Так. Так. Хорошо. Мұны енді сіз жүректе ішінде жаты, ішінде. Аха. Қараңыз, ол жүректе жаты ма, ішінде жаты ма, или жүрекпен бастап ішіңіздің бәрінде жатыр ма? Ол солай да болуы мүмкін. Мысалы, жүрек, сосын іш. Осылай бетіп үлкен көлемді алып жатуы да мүмкін ренішті. Енді қараңыз, осы реніштің көлемі қандай? Сіздің денеңізде қаншалықты көлем алып жатыр? Сезініңіз, қаншалықты көлем алып жатыр, да?
сіздің денеңізде қандай аумақты алып жатыр. Егер ол басыңызда болса, қандай, мынандай ма, кішкентай ма, қаншалықты аумақты алып жатыр. Қаншалықты салмақты алып жатыр. Осы қараңыз, мұрын, тамақ, үстінің бәрі құрысады есіме түскен кезде. Қазір арыламыз. Ақ күміс, қазір арыламыз. Кішкене сабырлы. Сәл шыдаңыз. Арыламыз. Тем более, егер қатты остро сезініп жатсаңдар, тіпті жақсы. Біз уже ренішпен танысып жатырмыз жақынырақ. Оны уже көзін құртатын уақыт болды. Так, сәлеметсіз, сақтан шет жоқ, тыңдай алар емеспін. Сәлеметсіз, Василек. Я эфир сақтаймыз. Эфир міндетті түрде сақталады 24 сағат. Енді сеттің болмай тұрған болмаса. Так. Сопақша тәрізді. Тамаша. Енді ішімізді, сол реніштерін денеңізде тыңдаңыздар. Салмағы қанша және қай уақыттан бері жатқан сияқты қараңыздар. Қай уақыттан бері, қанша уақыт? 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, соңғы 3 жыл. Қанша уақыттан бері жатқан сияқты. Жүрегінің түсінде домалақ болып тұр. Төбем ауырады. Қазір арыламыз. Қараймыз. Қандай аумақты алып жатыр. Түсі қандай. Бейнелейміз. Түсі қандай. Не нәрсеге ұқсайды. 20 жыл жатыр. 20 жыл жатыр. Қай уақыттан бері жатыр? 10 жыл көлемінде. 13 жыл көлемінде. 20 жыл. Балық шақтан бастап. Қай уақыттан бері жатыр? Анықтап болсаңыздар, қасына сол жазған уақытыңызды тез деп жаза салыңыз. 20-10 жыл деп жаза салыңыз. Хорошо. 34. Денемнің 70% сияқты көп жылдары бар екен. Аха. 10 шақты жылдай сияқты, бірақ соңғы 3 жылда сезім жүрмін. 2 жыл. Хорошо. Енді қараңыз, түсін қараңыз. Түсі, размері. Түсі қандай, размері не нәрсеге ұқсайды. Түсі қандай, размері не нәрсеге ұқсайды. Түсі көк, қара, не нәрсеге ұқсайды. Домалақтас. Әлдемесе жаңағыдай ағаш, темір, тікенектері бар сияқты. Енді мынандай бір темір болады ғой, бір мынандай сондай болды менде. Мынандай сияқты. Қара домалақ менде мысалы мынандай болды, как бы ішімде да мына асқазағым батып тесіп тұрған сияқты болды. Менде сондай сезім болады. Тамақта жей алмаймын, жесем де бірдеме қыжылдап бататын сияқты, жемесем де ауырады. Сөйтсем мынандай менде мынандай образ шықты. Көрдіңіздер, мына үшкір бар, бір ішінде темір бар, да, мынандай баяғы соғысатын кезде, баяғыда аңшылық кезде қару жоқ қой, осындайлармен жануар өлтіріп, сондай бірдеме сияқты болды менде, да. Қара шар, түсі көк домалақ, қоңыр, гандабал добы сияқты, аха, көп жылдай, сопақ ағаш сияқты, розовый пластик, розовый пластик, кірпішке ұқсайды, судағы түсі де кірпіш түсті. Так, бәріңіз болдыңыздар ғой, да? Бәріңізден салып, жазып болдыңыздар ғой, да? Серый шар дейді. Серый шар. Конституциясы неден серый шардың? Іші ауа тәрізді ма, или іші тығыздалған, прям қатты ма? Сосын шар резинкеден жасалған ба? Әлде ол анықтау керек пе несін?
прям сезінуіміз бойынша біздің воображениеміз қандай беріп тұр да, прям сезінген кезде бұртымыз артта энергияны жұмыс жасаймыз. Серый, доп сияқты, қат сияқты, пластмасс сияқты, желе сияқты прям да. Түсі қара, жасыл, қабақ, қабат сияқты, қисық домалақ, хорошо, көк тас, тамаша. Олай болса, соның суретін тез-тез салып шығыңыздар. Менде мынандай болып шықты. Тез-тез салып шығыңыздар. Осы айтқандарыңыз тез-тез салып шығыңыздар. Тез-тез жан сезінгеніңізді желе сияқты дейді. Я ішкі сері доп резина. Тез-тез салып шығыңыздар. Кімде қандай, соны тез-тез салып шығыңыздар. Так. Тез-тез салып шығамыз. 1 минут жеткілікті. Бізден практика ғой, главное. Бірге бәріміз істейміз. Тез-тез салып шығамыз. Мына қыздар болады, кейде осындай практикада отырады да, жазып отырады да, кейін жасайын дейді да, жасамайды да. Сосын кейін барып, кейін өтіп кеткеннен кейін, біраз уақыт өтіп кеткен, жеке сеансқа келген кезде не болды десем, сол ғой баяғы практикада есіме түскен сол нәрсе шықты дейді да. Неге істемедіңіз? Қайдан білейін, ойладым, егер мен анықтасам өзі кетіп қалды. Жоқ, анықтасып кетпейді. Менде осындай болып қойып тастадым да. Тез-тез саламыз. Тез-тез. Так. Кім болды? 4 деген белгісін қоямыз. 4 деген белгісін қоямыз. Так, менде осылай шықты. Так, 4 деген белгісін қоямыз. Біз уже 35 минут өтіпті. Тамаша. Тамаша. 4 деген белгісін қойып тастадым. Тамаша. Так. Бояғыңыз келсе, бояғыңыз. Жалпы образын салу керек. Главное, образын салу керек. Что түпкі сана, мынандай образ мен ішінде жатты екен ғой деген сияқты түсіну үшін және одан арылу үшін. Түпкі сананың ішінде көз жоқ, құлақ жоқ. Соқтан саламыз. Так, тамаша. Осы образға қараймыз. Қандай сезімдесіздер? Образға қараймыз жаңағы. Образыңызға қараймыз. Қандай сезімдесіздер? Қандай күйдесіздер образға қараған кезде? 4 деген не? 4 деген мен сурет салып болдым деген белгі. 4 деген мен сурет салып болдым деп. Сол бояғым келді. Бояңыз онда Гүлзира. Бояңыз. Егер бояңыз келсе, прям бояңыз. Бірақ мен тыңдап отырып, осына жаза беріңіздер, иә? Осы суретті денеңіздегі ренішті салдық. Сол кезде қандай өкініш, қандай сезімдесіңдер, қандай күй сезінесіз суретке қараған кезде. Жүрегім тез соғып кетті. Шынайы елестейді. Так, шынайы елестейді. Түсінбеушілік. Так, жыным келді. Жыным келіп кетті. Тамаша. Злость оянып жатыр. Өте тамаша. Біздің баяғы бұқтырылып қалған адамға ренжіме, бетпе деген біздің басып тастаған ызамыз оянып жатыр. Демек, емделініп жатыр денемізде. Обида. Обиданы уже еске түсірдіңіз. Хорошо. Реніш. Жылағым келіп тұр. Егер жылағыңыз келсе, жылап алыңыз. Айтып кететін жағдай, біз жылаған кезде біздің денемізде кортизол, стрессті шығаратын гормон бөлінеді екен. Жылап алған кезде.
и стресс денемізден лақтырады, жаңағы жағымсыз нелердің бәрі жылау арқылы да. Сосын барып уже жылап болғаннан кейін уже кәдімгідей керемет бақытты гормоны бөлініп бастайды денемізде. Керісінше сабырлық басым болып отыр. Сізде сабырлық әркімде әртүрлі енді. Өте жақсы. Қағазға көшіп кеткендей сезініп отырмын. Әрине, я түпкі сана уже байланыстырады сіздерді. Өкініш, көзіме жас келді. Қайталаңызшы. Суретке қараған кезде, өзіңізді ренішіңізді салған кезде, денеңізбен сезініп отырып, қандай күйдесіз, қандай сезім беріп отыр. Қандай сезім беріп отыр. Сурет салғаннан кейін қандай сезім беріп отыр. Прям қараңыздар ана осы суретке, қандай сезім беріп отыр. Ашу, ыза, жылағым келіп тұр. Мен көп жылаймын дейді. Дұрыстап жыласаңыз, көп жылай бермейсіз. Бірақ жылап тұру керек әйел адам. Жылап тұру керек. Алла тағала бізге жас әйелге рухани мықтылық берді. Сабырлық, тамаша. Манағы удай ашыған сезім басылғандай. Әрине, басылады. Арт-терапияның құдіреті күшті. Біз энергиямен жұмыс жасап жатырмыз. Осы реніштен арылу үшін, одан арылу үшін, енді не істегілеріңіз келеді? Қараңыз, бір қалыпты. Хорошо. Хорошо. Қараңыз. Осы реніштен арылу үшін, бұл менікі, я сіздер өз суреттеріңізге қараңыздар да, денем тітіркенді, тонып суретке қарап жек көрдім. Қазір сіз тітіркеніп жатсыз да, себебі тітіркеніп жатқан кезде организмнен кейбір нелер, эмоциялар бөлініп жатыр, шығып жатыр. Пытың деп та бізге көрінбейді. Пытың, андай түрлерін елестетіңіз, андай неприятный эмоциялар шығып жатыр. Шығу керек. Вот. И пока осы күй шығып болғанша дейін біз тітіркену процесті отыра беруіміз керекпіз. Полностью бәрі шығып бол. А біздер көбінесе не істейміз? Ойбай, жағымсыз сезінуге болмайды деген сияқты ойымызды бөлейміз, басқа жаққа күшті нәрсе тыңдау, аналардың полностью шығуына мүмкіндік бермейді екен. Жыртып тастағым келеді. Жыртыңыз. Осы реніштен арылу үшін, одан арылу үшін не істейсіз? Осы реніштен арылу үшін не істейіңіз келеді? Жыртып тастағым келеді дейді. Жыртыңыз прям. Жыртып лақтырғым келеді. Хорошо, жыртыңыз. Мен жаңағы тастың қасына салдым. Бөлік салу керек пе еді? Иә, әрине бөлік салу керек еді. Қиып алыңыз қайшымен. Сосын оны не істегіңіз келеді? Кешірім шығарып жатыр. Өртеп тастағым келеді. Өртеңіз. Прям жаңағы не өртейтін жерге соткамен бірге барып өртеңіз. Прям қазір істеңіз. Ана энергия денеңіздің пытың шығып жатыр жаңағындай. Смайликте жағымсыз, жамансыз денем шығып жатыр, тітіркен. Давай, осы процесте ғана өртеңіз. Түсінгім келеді. Так, қоршап тұрған түсінгім келеді дейді. Нені түсінгіңізге түсініксіз? Қоршап тұрған суға ертіп жіберу керек. Давайте. Бірақ қазір су бар ма сізде? Идетсіз. Қарап қараңызшы, мүмкіншілік болса. Өртеймін дейді. Хорошо, Айман, өртеңіз. Арылғым келеді, жыртамын. Жыртыңыз, Назгүля, молодец. Жыртыңыз прям қатты күшпен. Мәсаған, жыртыңыз да. Я тебе уничтожу деген сияқты. Мұжырып, қолмен умаждап, бар күшімен умаждаңыз. Прям денеде мынандай компьютер сияқты память қылып қояды екен да. Сол үшін полностью удаление болу керек денеден. Санамыздан емес, денемізден. Прям қатты не істетін денеде манағы нелер бөлінеді. Так, денемнің бір жерін тесіп, іштегі қара воздухты шығарғым келеді. Так, денемізге теспейміз, Қадиша. Денем бір жерін тесіп, іштегі қара воздухты шығарғым келеді. Қағаздың ішіне может қара воздух шығарғыңыз келетін шығар. Так, денемізге тимейміз, Алланың берген аманаты денеміз. Так, Галима,
ол қағазға қарап біріншіден не істейміз, у каждого свои ответы, нені жыртамыз, кто что хочет, да? Кімге қандай ответ бірінші түпкі санасынан келді, соны істейді. Манағы салған реніштеріңіз бар ғой, да? Реніштеріңіз салған екінші сурет. Сол суретте не істегіңіз келеді, одан қалай арылыңыз келеді. Ма күшті көкембек болып өртенді дейді. Тамаша. Аха, жарайды, мен де жыртамын. Жыртыңыз. Егер жыртыңыз, жыртыңыз. Өртеңізсе өртеңіз. Кімде қайсы больше, сол өзіңіз түпкі санаңыздан, түйсігіңіз тыңдан арылым келеді ішіндегі ауырлықтан. Сол қағазды не істейсіз? Так, звондап қалып еді дейді. Хорошо. Жырттым. Тамаша. Тамаша. Жырттым. Хорошо. Енді барлықтарыңыз жыртып тастадыңыздар. Енді оның орнына не толтырғыларыңыз келеді? Оның орнына не толтырғыларыңыз келеді? Жеңдеп қалдым. Хорошо. Оның орнына не толтырғыларыңыз келеді? Манағы денеңізде тұрған. Денеңізде салмақ алып тұрған. Көрдік қой денеміздің қай жерінде, да? Пустой болып қалды ғой. Так, тастарды сосын айтам, пока тұра берсін тастар. Орнына не істейміз? Екінші суретті айтып жатырмыз. Тастар пока тұра берсін бірінші сурет. Не істеймін? Жыртып мұсаға лақтырып тастадым. Хорошо. Оны орнына не толтырамыз? Махаббат, сүйіспеншілік, не толтырамыз? Сабырлық, мейірімділік, тамаша. Тез-тез карандаш аламыз да, салып шығамыз. Кімде мейірімділік толтырады, кім сабырлық толтырады. Тез-тез қағазды алып салып шығамыз. Так, біз не істеп жатырмыз, сана түсінбейді. Басты түпкі сана түсініп жатыр, и денемізді рахат сезімге бөлейді. Так. Мейірімділік, сабырлық, не істейміз? Тез-тез. Так. Мен что-то күн салым деп кетті, және көбелек салым деп кетті. Бір сондай. Тез. Тез қазір істеп тастаймыз, болмайды. Ана орны, ішімізде орын пустой болып қалса, орнына басқа жағымсыз нәрсе орналасып алады. Тез істейміз. Пока пустой тұр. Жаңа алдық, жырттық, өртедік, лақтырып тастадық қой. Орнына қазір басқа бірдеме келіп, орналасып алуы мүмкін. Жағымсыз нәрсе. Так, орнына не толтырамыз? Махаббат, сабырлық, жақсылық, сабыр, мейірім, ризашылық, шүкіршілік. Давайте. Орналастырамыз. Жеңілдік. Аллаға рахмышылық. Давайте. Қоңырау соғып қалды. Так, орнына толтырамыз. Бізде тез-тез болуымыз керек біз. Бізде уже практика аяқталуына 10 минут қалды. Так. Так. Что-то. Тез. Орын толтырамыз. Пустой қоға болмайды орны. Тез толтырамыз. Орны пустой қоға болмайды. Так, орны пустой қалуға болмайды. Орны пустой қалуға болмайды. Тез толтырамыз. Тез толтырамыз. Тау терек машинен күн салдым. Тамаша, сен айтқан әсер етіп кетті. Тамаша, тез саламыз. Мен сіздер үшін қуаныштымын. Қазір тез салып тастаймыз. Так. Что-то күшті бірдеме салым деп баратыр. Кәдімгідей, прям жүрегім лүпілдеп, кәдімгідей күшті бірдеме салым деп баратыр. Тез. Так, келіп ата энергияны қолдан алам. Так. Білмеймін. Бір алып баратан қазір күшті сурет салам демеймін, бірақ өзім ұнайтын ойымда тұрған күшті нәрсе салым баратыр. Так. Так. Тамаша. Тез аяқтап тастаймыз. Так. Мен де жанталасып кеттім. Сендермен бірге тез аяқтап тастайын да.
Так, 2 қабатты үй салдым. Так, қарапайымдылық, еңбекқорлық, имандылық, мәдениеттік, сабырлық. Тамаша. Аха. Давайте суретін салып тастаймыз. Классно. Так. И все, быстро. Я тоже хочу быстро закончить. Асыққанда. Так. Все. Сейчас. Чуть-чуть осталось. Так. Все. Да. Так. Такой. И давайте. Аяқты күн салдым. Тамаша. Күн. Так. И дорисуем. Мейірімділік, махаббат. Оның орнына не толтырыңыз келеді? Манағы екінші суретті алып тастадық қой. Жыртық, ортақ орны пустой қалуға болмайды. Тез. Так, кім болды? Аха. Кім болды? Аха. 6 деген белгі қойып кетеміз. Кім болды? Это мен столыма дендіріліп кетті. Аха, кім болды? Так, 6 кім болды? Так, тамаша. Тағы кім болды? 6 белгісін қоямыз. Кім болды? 6 деген санды қоя саламыз. Тез. Аха, тез жазып отырмаймыз. Бізге уақыттың бәрі қымбат. Бізге тез нәтиже алып қалу керек. Так. Так, сет болмай үлгермей қалдым. Так, үлгереміз. Ештеңе етпес. Үлгереміз. Бәрін үлгереміз. Мен просто сендермен бірге үлгергім келіп, мен де таласып жатырмын да. Тез. Тамаша. Так, 6. Так. Өзімнің арманымдағы суретті салдым. Керемет. Супер. Күшті. Так. Тамаша. Так, кім болды? Тасты не істейміз? Қазір айтам. Күн, жүрек, гүл, бұлт, радуга, құстар, теңіз. Тамаша. Тамаша. Ну, менде мынандай сурет болды. Мынау көбелектер, балалары көбелектердің. Күн ар жақта тау болды. Мен түсінбей қалдым, уақытында қосыла алмай қалдым да. Болды. Күшті сезініп отырмын. Қандай күйдесіңдер сендер? Так, хорошо. Аха, не сезініп жатсыңдар? Қандай күйдесіңдер қазір? 6, тамаша. Қандай күйдесіңдер? Әдемі. Так. Табиғаттың суретіне кенеттен самолетте қосылып кетті. Күшті, қуаныш. Аха, керемет. Аха. Не сезініп жатсыңдар? Жеңілдік, бір сондай бар ма? Легкость, жеңілдік, бір қуаныш. Аха, не сезініп жатсыңдар? Это важно, потому что арт-терапияда біз міндетті түрде сезіммен жұмыс жасаймыз. Сезім, да? Сезімді молодец, керемет деп бағаламаймыз. Керемет, тамаша, қанағаттандырылық, жақсы емес демейміз. Бәрін сезіммен айтамыз, да? Мен қуантар сезімде, көңілді сезімде, бірдеңе арылғандай, тыныш сезімде, сабырлы сезімдемін, да? Жарқын болашақ, тамаша. Тамаша, жарқын болашақ. Тамаша. Так, енді мына нелерімізге қараңыздар. Жеңіл ұшып кетейін деп тұрмын. Тамаша, мен өзім де сөйтіп тұрмын қазір. Бір қуаныштан прям өзім жеңіл кәдімгідей. Манағы тас, груз, салмақ деген бәрі жоқ. Бір арылғандай, бойымнан бәрін бір жүк түскен дегендей күшті сезініп тұрмын өзімді.
Тамаша. Болашағым ашық, аха. Сенімді сезім да? Сенімді сезім. Болашағым жарқын, ашық сезініп тұрмын, яғни сенімді сезім. Қараңыздар да, мына тасты енді не істейміз? Аха, мына жазған тасты да. Бұл тастарды көз алдыңызға мыльный пузырь бар ғой, бүйтіп деп порошок жаңа сабын жасап үреміз ғой деген, сондай тас қылып елестетіңіздер көз алдыңызға. Аха, и елестетіңіздер осы тасты. И прям ұшып жатыр. Елестетіңіз тез. Аха, мыльный пузырлар ұшып жатыр. Жаңағыдай көпіршік деп жасатамыз ғой, балалар ойнап үреді ғой. Соның бәрі ұшып жатыр. Әрқайсысын сендер қолдарың пытың жарып жатсыңдар. Аха, тез. Әрқайсысын жарып жатсың, жарылып жатыр. Елестетеміз тез. Аха. Ауыр түскендей тамаша. Аха, мына шариктердің бәрін, аха, үрленген шариктердің бәрін, пенадан жасалған шариктің бәрін, аха, мынаны елестетеміз да, и прям хоп, аха, энергия сезінеміз, и тарс, бәрін жарып шығамыз. Тамаша. Біз почти болып қалдық. Бізде уже 5 минут уақыт қалды. Так, кім болды? Фантазия, воображение, балалық шаттық сезім қостыңдар ма? Арт-терапияның бір күштісі энергиямен жұмыс жасаймыз. Жеңілдік. Тамаша, керемет ләззат алудамын. Тамаша. Аха. Супер, күшті. Аха. Тамаша. Терең демаламыз. Аха, керемет. Барлықтарыңыз істедіңіздер ма? Ойнап жатқандай күлкі оралды. Тамаша, керемет. Аха. Қарадақты пузырьге айналдыра алмадым. Онда мына қағазды алыңыздар да, кесіңіз, егер не получается. А қалғандарыңыз мына қағазды, не істесеңіз болады. То есть жыртып тастасаңыз болады, ресурсная терапия. Мына жыртып тастасаңыздар болады орнына да. И оның орнына ойша не қойғыларыңыз келеді, оның орнына, чтобы сіздің өмірлеріңізде не болғаның. Өмірлеріңізде не болғаны, оның орнына. Арқам шымырлап кетті дейді. Уже, да, энергия уже чувствуется арқаңызда. Тамаша. Билегім келіп кетті. Классно. Менде қазір тұрып бірдеме істегім келіп кетті. Прям там энергия, қуат, шабыт болып кетті. Қалғып отырмын. Так. Шаршап қалдыңыз ба? Аха. Ресурсная терапия. Аха, рахмет. Уверенность в себе. Аха, ұйқым келді. Так. Во время терапии, егер ұйқыңыз келсе, демек, знаете, что происходит с вами? Ну, как бы, как сказать? Ну, энергия там полностью ашылған жоқ, да? Поэтому гүл бау бақша. Ну, в другой раз попробуйте. Шаршап жүрген адамда бізде обычно тамаққа тойып, ұйқымыз қанып, сөйтіп келеміз, да, терапияға. Әйтпесе, ұйықтап қалуымыз мүмкін, шаршап қалуымыз мүмкін. Менде, например, клиенттерім жеке сеанста глубокий трансқа түскен кезде ұйықтап қалады. Мен оятып алу үшін прям шапалақтаймын, бүйтем, гипноз отырады, на все вопросы отвечает, бірақ тұра алмай қалады. Потому что шаршап жүрген адам жалбырата қиып тастадым. Әдемі үй, орны махаббатқа. Тамаша. Тамаша. Жалбараты қиып тастадым. Қиып тастаңыздар. Мынаның бәрін ең соңында аласыңдар да. Этот не қиып тастаңыз. Прям қиюға ерінсеңіз, жыртыңыз. Ну, желательно, конечно, қиған дұрыс қайшымен бәрін. Думалақ. Вот. И манағында мыльный пузырьмен прям жарып істей алмасаңыздар, у кого там не получается груди шыға алмай жатыр, да? Тогда, пожалуйста, бәрін есеп болғаннан кейін
не суға езіп жұмсарғаннан кейін, вот попытайте, они жұмсарды. Прям қағаз су құсап болғаннан кейін. Вот это все делайте обязательно, когда эфир бітеді, обязательно делайте. Вот это очень важно. Да? Біреулер бойында уже салмақтың түскенін, уже артақ қалған сияқты жеңілдік сезініп бастайды, да? Сосын аса мынандай көп тыс жемеу пайда болады, потому что біздер тамақпен бірге ренішті басып тастағымыз келеді екен. Ол подсознательное тұрғыда, түпкі санада жүреді. Орнына махаббат, мен кеш жаттым, сондықтан шаршап отырсыз, поэтому шаршап келуге болады, мен жыртып тастадым, тамаша. Орнына міндетті түрде әдемі өзіңіз не қалайсыз, соны бейнені қоямыз. Так. Қазір бұл бізде терапия болды, да, практика жүрді. Қазір екінші қазір уақыт бітіп жатыр, екіншісін қосам. Мынау сақталады, мен сақтап үлгермесем қазір жоқ болып кетеді. Кейбір қыздар қарай алмай қалды. Сондықтан мен қазір сақтаймын, содан кейін барып екіншісін сұрақтарға жауап беремін. Екінші эфирге кіреміз қазір. Хорошо? Турап тастадым. Тамаша. Тағы сурет саламыз ба? Жоқ, сурет салмаймыз. Сұрақ жауап теория болады. Ертең саламыз. Так, түсінікті ғой, да? Қазір екінші эфирге кіреміз. Кім дайын? Так, кім дайын? Екінші эфирге. Тағы сурет салмаймыз. Осының жалғасы болады. Қорытындылаймыз. Қорытындылаймыз. Так, екінші эфирге кіреміз. Хорошо? Барлықтарыңызды мен күтемін қазір.